Жеңеше, шашымды осылай жай жүрсем жақсы ма? Еркем, қайда жиналдың? Келе ғой, мен сен шашыңды өріп берейін. Шаш өру қазақ қызына тән әдептілік. Шаш күтімі, тарау, оны өсіру, өрудің өзі үлкен бір тәрбие мектебі. Қазақ шашқа жағатынын, тарайтынын талғаммен қараған. Шашқа шеберлер сиырдың мүйізінен тарақ жасап, және шашты жылтырату үшін май жаққан. Қазақ халқы қыздың көркі шаш, шаштың көркі шаштеңге дегендей, шашты сұлулық символы ғана емес, қыздар қауымына берген жаратушының ерекше сыйы деп құрметтеген. Қыздың алыстан келе жатқанын шашына таққан шолпысы мен шашбауының сылдырынан білген. Бойын тіктеп, кербез сұлу мүсіннің иесі болу үшін де шаштың ұшына әшекей таққан, яғни шашты тек адамның көркі деп қана емес, киелі деп қадір тұтқан. Жеңге, Ау, еркем, шашты неге жайма деген? жаман болады. Қазақта шашыңды жайма, шашыңды қима, шашыңды отқа тастама деген ырым тиымдар бар. Себебі басындағы бағын кесіледі деген. Ұзын шаш қазақ қызының қасиетті, сұлулығы, ерекшелігі. Ұлы Абай атамыз айтқандай, білекте арқасында өрген бұрым, шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырын. Камшат бөрік ақ тамақ қара қасты, сұлу қыздың көріппен мұндай түрін, дей келе ең бастысы, қыздардың, оның ішінде қазақ қыздарының ең ерекше құндылықтарының бірі ұзын бұрым екенін естен шығармайық. Сәлеметсіз бе? Бүгін ана бірге болмай қалып шашымды өріп бере аласыз ба? Білектей арқасында өрген бұрым, шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырын. Кәмшат бүрік ақ тамақ қара қасты, сұлу қызды көріппен мұндай түрін. Әр заманда, әр уақытта, әрбір халықта қос бұрым әсемдіктің, сұлулықтың, биязылықтың нышаны болып есептеледі. Шашы ұзын болған сайын, оның иесі ақылды, көреген күш-қуаты көп болған. Оның адамгершілігі мол, мейірім мен нәзіктігі басым болған. Жақсы қыздың бұрымында мін болмас. Таудың көркі тас, қыздың көркі шаш деген аталы сөздер қыз баласы үшін ұзын бұрымның қаншалықты маңызды екенін ұғындырады. Әже, ау құлындарым, шашыңыз қалай өріліпті? Бұрымдарың әдемі өріліпті. Қыз бұрымы қашанда сұлулықтың символы, әсемдіктің белгісі ретінде сипатталған екен. Қыздың арқасына түсетін ұзын бұрым ерекше күш-қуат беріп, рухын мықты қылған екен. Ендеше құлындарым, мынандай тамаша бұрымдарыңды қимай, күтіп, әсем етіп өріп жүріңдер. Ең бастысы қыздардың, оның ішінде қазақ қыздарының ең ерекше құндылықтарының бірі ұзын бұрым екен естен шығармай құлындарым.